ошого такка жабысып калган диктаторлук бүкүл адамзаттын сору. О жерде ашыктык болмайт. Онун айналасы, улы, кызы, нагашы, жиени, бөлеси, туыс туганы, тайпасы айналасына жиналады. Сенің бүкіл 1 миллион қазаққа үй алып беретін ақшаны ана Сумрайдың қызы барып Лондонда бір туған күнін өткізеді. Ей, сорлы қазағым, қараш. 1 миллион қазаққа Алматы мен Астанадан 100 квадрат метрге үй салып беретін. 1 миллион қазаққа 1 миллион үй салып беретін ақшаға ана Сумрай диктатордың қызы Лондонда туған күнін өткізеді. Сен 1 миллион қазақ аш, жалаңаш, үйсіз, күйсіз, кредитке байланып, жылдар бойы сорлап, өмірін қорлықпен өтіп, өмірі шетел көрмей, қыдырмай, жақсылық көрмей, ауырып, сөйтіп сорлап жүргенде ана Сумрайдың қызы Лондонда бір туған күн кешіне өткізеді. 1 миллион қазақтың өмір бойғы жиған тергенін шашып. Не үшін солай? Соған сен неге көнесің, қазақ? Неге соған көніп, өстіп, сорлап отырасың? Міне, әлеуметтік желіде тұтас көмір жоқ отырған қазақ. Әй, сені мал қып отыр ғой, сені малдан төмен қып отыр ғой, қорлап отыр ғой сен, әй. Әй, газдың өзін 6000 километр Пекин, Шанхай, Гонконг жағып отыр. Сенің газыңды. Сенің газыңды. Сен көмір екеш, көмірге жармай отырсың ғой. Ертең келер жылы сиырыңның тезегінде тартып алады. Сиырыңның тезегін тартып алғанда қайтесің, қазаға? Ойлан, қазағым. Ойлан, кеудеңді көтөр. Жағаласпай жан қалмайды, қазағым. Жағаласпай ешқашан жан қалмайды. Жағаласпай, күреспей, ешкім ешқашан жақсы өмір сүрмейді. Құдайдың заңы күрес. Құдай бізді бұл дүниеге күресу үшін жіберді. Тегін жатып, тегін ішу тек жәннатта, о дүниеде бар. Мына дүниеге күресу үшін келдік. Көмпіс болып, көду үшін келген жоқпыз. Егер зұлымдықпен күреспесек, онда біз зұлымдықтың жақтасы болғанымыз. Ертең осы сорлы қазақ, осы сорлағаныңның жалғасын тозақта көресің. Тозаққа барып 1 миллион қазақ тағы жылап отырасың, 19 миллион қазақ. Ей, біз ана дүниенің өзінде тозақты көрдік. Мына дүниеде тағы тозақты көрдік дегенде сонда Құдайдың өзі айтпасын. Сорлы қазақ, сен алдыңа келген сынақты қарсы тұрмадың, барлық ақиқатқа, аққа жақ болмадың, қараға қарсы тұрмадың. Мен саған дұрыс жолды көрсетсем жүрмедің. Өтірік сайлауға бардың, өтірік билет тапсырдың, өтірік ақша беріп балаңды туғыздың, пара беріп балаңды туғыздың, пара беріп 1-ші сыныпқа оқыттың, пара беріп 10-ші сыныптан аттестат алдың, пара беріп универге оқытқыздың, пара беріп доктор қылдың, пара беріп кісі өлтірткіздің, пара беріп соттың мәселесін шештің. Бүкіл өмірің пара, сорлы қазақ, тозаққа бар десе қайтесің? Бір адал нан жеп жүрген қазақ бар ма? Шыншыл қазақ бар ма? Баласы үшін пара бермеген қазақ бар ма? Осы пара, осы әділетсіздік, осы ақиқатсыздық, осының бәрі Құдайдың қарғысына қалатын іс. Сен осындай параға толған, пара беруге мәжбүрлеген бүкіл қоғамның ана басынан аяғына дейін бүкіл жүйе тұтасымен әділетсіздікке, парақорлыққа, іріп шіруге толған жүйеде өмір сүріп, және осы жүйенің бір мүшесі болып, жәннатты аңсама, қазақ, жәннатты аңсама, жәннат сенің тегің емес. Жәннатқа тек турашылдар кіреді, жәннатқа тек ақиқатшылдар кіреді, жәннатқа тек шыншылдар кіреді, жәннатқа жуастар, момындар, аққа жақ бола алмайтындар, қараға қарсы тұра алмайтындар, шындықты айта алмайтындар, ақиқат үшін күреспейтіндер кірмейді. 1000 жерінен күніне 500 мәрте тоңқаңдап, ашамайын жуып хрусталға айналдырып жіберсе де. Жәннатқа күрескерлер мен шыншылдар, ақиқатшылдар кіреді. Жәннатқа тоңқаңдағандар кірмейді. Мынау тоңқаңдағыштар,
мынау діни фанаттар, мынау өзін-өз алдап жүргендер, олар Құдайды алдай алмайды. Олар ана ұры-қары қарақшылардың жемтіктестері, солардың өмірін ұзартушылар, соларға дұға жасаушылар. Олар Құдайды алдай алмайды. Олар өздерін-өздері алдап жүр, біз құлшылық жасап жүрміз деп. Жоқ, олардың құлшылығы қабыл болмайды. Жәннатқа Құдай қабыл қылатын ақиқатшылдар, турашылдар, шыншылдар, солар ғана кіреді. Олардың жасаған бір реткі құлшылығы жаңағы ақиқат айта алмайтындардың миллион жылдық құлшылығынан артық болады. Сондықтан мен діндарларға тиіскенім емес. Діндарлар, сендер де ояныңдар. Құдайдың ақиқаты мына нұр молдалардың айтуында емес. Құдайдың ақиқаты шыншылдықта жатыр. Құлшылығыңды жаса, бірақ шыншыл бол, ақиқатшыл бол, онсыз Құдайға жақпайсың. Кез келген қазақ, сен егер ақиқатшыл болмасаң, сен егер шыншыл болмасаң, сен Құдайдың қарғысына қаласың. Ендеше барлығын күреске аттаның. Сіздердің дұғаларыңыздың арқасында сауықтым деп ойлаймын. Мен соған 100% сенемін. Сіздердің дұғаларыңыздың арқасында сауықтым деп ойлаймын. Дұға оң болсын, теріс болсын, дұға қабыл болады. 30 жыл біздің нұр молдалар, нұр имамдар елбасы аман болсын деп дұға жасады. Со дұғалары қабыл болды. Елбасыларыңның түшкіргенін естіген жоқпыз осы уақытқа дейін. Мұрты ауырыпты, шашы ауырыпты, тырнағы ауырыпты деп естіген жоқпыз. Сол нұр имамдардың, нұр молдалардың дұғасын қабыл қылды. Мен ойлаймын, шексіз құдірет иесі жаратушы, шексіз құдірет иесі жаратушы біздің миымыз, ақылымыз жетпейтін бір формуламен жаратты. Бейне мынау гравитация, мына затты тастадым, жерге түсті. Гравитация жер шарында бар. Жер шары затты, барлық затты тартып тұр өзіне. Ал ғарышқа шықтық, гравитация жоқ. Суды етсең, су бітіп, қалқып, шашылып жүреді. Тура со сияқты. Мынау жер шарына бір заңдарын берді. Су жоғарыдан төмен ағады. Құдайдың заңы. Затты, ауыр затты тастай салсам жерге түседі, гравитация, Құдайдың заңы. Тура сол заңдар сияқты, жердің өзіне тарту күші сияқты, гравитация сияқты, анау алмадағы ағаштың басындағы алманың Ньютонның басына түскеннен Ньютон Құдайдың заңын тапты. Қандай заңды? Жердің заттарды өзіне тартатын. Ол неге қалқып космосқа ұшып кетпей, неге жерге түсті деген сияқты. Сондай, сол жердің тартылыс күші сияқты, гравитация сияқты тағы да бір заң бар. Ол сөз, дұға затқа айналады, зат сөзге айналады. Материя менен идея біріне бір айналады. Ол менше Құдайдың заңы. Ал оның формуласын, тылсым күшін біз дәлелдей алмаймыз. Сондықтан әрбір қазақ өзіңнің ойыңды ашық айт. Еуропалықтар, америкалықтар сияқты. Өзіңнің ойыңды ашық айт. Жақсы көретініңді жақсы көр, білдір. Жаман көретініңді оны білдір. Сен кегіңді білдір. Қысқасы ашық айт. Сенің әрбір сөзің қабыл болады. Елбасы аман болсын деп 30 жыл ауылдың шалыда, кемпірде, таудағы қойшыда, ойдағы ойшыда бәрі айтты. Ал сол елбасың аман болып отыр.